Құрметті көрермендер, біздің келесі тақырыбымыз стероидті емес, қабынуға қарсы заттар туралы болмақ. Яғни бұл заттардың қандай дәрілер жатады, олардың әсер ету механизмі, патогенезі туралы айтылады. Негізінен стероид емес, қабынуға қарсы заттар өз атында тұр, иә, қабынуға қарсы заттар, яғни қабыну, воспаление. Ең бірінші осы дәрілерді айтпас бұрын қабыну дегеніміз не, соған тоқтала кетейік. Қабыну дегеніміз өзінің 5 белгісі бар. Жаңағы рубор, тумор, колор, долор, яғни қызару, ісіну, сол жердің, қабынған жердің температурасының көтерілуі, ауырсыну және қызметінің бұзылуы. Яғни стероид емес заттар именно осы 5 клиникасын, яғни 5 симптомдарды басатын симптоматический дәрілер болып табылады, яғни симптомдарына әсер ететін дәрілер. Ал жалпы ол симптомдар қайдан пайда болады? Ол осы қабыну басталған жерде тіндік медиаторлар бар, гистамин, серотонин деген сияқты, немесе плазминный медиаторлар бар. Мысалға кинин жүйесі, комплемент жүйесі. Кинин жүйесінің ішіне және брадикининді айтуға болады, ол жаңағы қан тамырларының өткізгіштігін арттырады, воспаление болатын жерде. Ауырсынуға деген сезімталдығын арттырады және давлениені түсіреді екен. Каликрин жүйесі осы кинин ішіндегі лейкоциттерді шақырады сол жерге, яғни Х гемофакторын активациялайды. Яғни осылардың әсерінен бізде воспаление, қабыну пайда болады екен. Ал егер мысалға бізді медиаторлар болмаса, біз ешқандай көрсеткіштері, яғни стероид емес қабынуға қарсы заттардың көрсеткіштері қандай аурулар кезінде? Біріншісі, яғни ревматологиялық ауруларда, барлық ревматологиялық ауруларда осы стероид емес қабынуға қарсы заттар, МПВС деп берейін, МПВСтар бірінші кезекте қолданады. Себебі ревматологиялық аурулар бар науқастарда өте қатты ауырсыну болады. Ол адамға стресс тудырады. Сондықтан ең бірінші этиотроп емдеместен бұрын осы МПВСтарды қолданады. Екіншісі неврологиялық аурулар. Бұларда тоже МПВСтарды қолданады. Үшіншісі коликалар әртүрлі, бүйрек аурулары, бауыр ауруларында қолданады, тоже ауырсынуды басу үшін. Лихорадка кезінде қолданады, яғни ыстықты түсіру барысында. Қызба, ақ қызба, қызыл қызба деп екіге бөлінеді. Сол екеуінде де қолданады. Тромбтың алдын алу үшін қолданады. Оған біз айта аламыз аспиринді, тромбопол, тромбоаз, кардиомагнил. Яғни көбінесе үлкен кісілерде профилактика ретінде қан ұюын алдын алу үшін, тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалуын алдын алу үшін қолданады екен. Келесі кезекте қарсы көрсеткіштерін сразу айтып кетуін жөн көрдім. Біріншісі асқазан ішек ауруларында. Біз білеміз, осы стероид емес қабынуға қарсы заттар әсер ету механизмін айта кетсек, осы кезекте асқазанға қалай әсер етеді екен? Яғни қабыну басталған жерде, мысалға, бір адам қолын кесіп алды, ол жерде воспаление басталады. Яғни иммунитет фосфолипаза А ферменті арқылы сол жараланған жердегі қан тамырындағы фосфолипидтардан фосфолипаза А ферменті арқылы арахидон қышқылын түзеді. Ары қарай арахидон қышқылы циклооксигеназный путь дейді, яғни цок ферменттері арқылы, және де липозный путь, липооксигеназ ферменті арқылы ыдырайды. Біріншісі, циклооксигеназный путь екі түрі бар. Цок 1 және цок 2 дейді. Цок 2 қалыпты жағдайда организмде жүрмейді. Ол тек қана қатты бір воспаление, яғни қабыну болған кезде, жарақат болған кезде осы цок 2 белсенеді екен. Цок арқылы арахидон қышқылынан бірінші простациклин түзіледі, екіншісі простагландиндер түзіледі, одан кейін тромбоксан А2 түзіледі. Тромбоксан А2 бізде негізгі қызметі тромбоциттердің агрегациясын, яғни бір-біріне жабысуын белсендіреді. Простагландиндер және простациклиндер ауырсынуды күшейтеді, температураны көтереді. Тромбоциттердің агрегациясын төмендетеді, яғни бір-біріне жабысуын, және қан тамырларын вазодилатация, яғни қан тамырларын кеңейтіп, давлениені түсіреді екен. Осы жерде простагландиндер тағы бір қызметі, ол гастропротектор қызметі, яғни асқазанның ішкі шырышты қабатын простагландиндер қорғайды, яғни слиз бөліп.
жаңағы побочный эффектін айтып кеткен, поражение жкт, яғни асқазан ішек жолдарына әсер етеді. Қалай? Мысалға, аспирин береміз пациентке. Ол циклооксигеназа бірді тежеген нәтижесінде простагландиндерді тоже төмендетеді. Нәтижесінде гастропротектор қызметі нашарлап, асқазанда ашқылор, яғни кислотный сүт көбейіп, өз шырышты қабатын өзі күйдіреді. Нәтижесінде аспирин берген кезде, аспирин болсын жаңағы басқа да стероидтік заттар берген кезде, осы слизистыйды қорғайтын протондық помпа ингибиторлы, мысалға амепразол, пантопразол, болмаса H2 гистамин блокаторлар, фамотидин, ранитидинді қоса береді. Келесі беременность. Енді ол көптеген дәрілер өзі жүктілік кезінде болмайды. Өйткені бұлар жаңағы плацента да өтіп кетуі мүмкін балаға. Гематоэнцефалобарьерден өтеді. Сондықтан болмайды. Үшіншісі нарушение функции печени почек. Біз білеміз, кез келген дәріні адам қабылдаған кезде ол бауырға барады. Бауыр негізгі функциясы осы дәрілерді таратып, жаңағы керекті мөлшерін алып, қалған мөлшерін сыртқа шығару үшін фильтрация қызметін атқарады. Одан төртіншісі жеке көтере алмаушылық, яғни аллергия. Құрметті көрермендер, қорытындылай келе, стероидтен қабынуға қарсы заттар өте кең қолданылады медицина саласында. Және де біздің пациенттерге қатты ауырсынуды алған кезде осы препараттарға жүгінеді. Жүгінген соншалық тым көп қолданады. Нәтижесінде ауырсынуды басам деп, басқа мүшелерін, яғни бауыр, асқазан, бүйрек зақымдап алады. Сондықтан да бұл өте көп таралған ем түрі болғанмен, бұл жай симптомдарды басатын дәрілер. Сондықтан ең бірінші ауырсыну болған кезде негізгі этиотропты, яғни оның этиологиясын, причинасын іздеу керек, себебін іздеу керек. Сол үшін дәрігерлерге жүгінген дұрыс. Мына сіздің алдарыңызда көрсетілген бұл түрлері. Яғни мұнда барлығы бір топқа жатады, тек табиғатына байланысты әр группаға бөлінген. Бізде мұнда көп қолданатын аспирин, ибупрофен қолданады, индометацин қолданады, көбінесе диклофенак қолданады. Және де осы дәрілер ішкен кезде қосымша жаңағы асқазанды слизистый оболочкасын қорғайтын дәрілер ішкен дұрыс.